24 мамыр күні Астана Хабқа экскурсияға бардым. Маған қатты ұнады. Технопарк заманауи озық құралдармен жабдықталған және жұмысшыларға керемет жағдай жасалған. Астана Хаб бұл халықаралық IT стартаптардың технопаркі. Осы жерде отандық және шетелдік технологиялық компаниялардың еркін дамуына жағдай жасалады. Бұл технопаркке мемлекет тарапынан үлкен қолдау көрсетіліп жатыр. Егер кімде-кім IT стартап ойлап тапса, Астана Хаб мүшесі бола алады. Бұл сізге келесі тамаша артықшылықтарды береді. Яғни келесі салықтарды төлемейсіз. Корпоративтік табыс салығы, жеке табыс салығы, қосылған құн салығы, әлеуметтік салық. Астана Хабтың жаһандық миссиясы инновациялық жобаларды дамытудың орталығы болу, алға бастайтын IT компанияларды шығару, сондай-ақ бүкіл әлемдегі жас әрі талантты IT мамандарды өзіне тартатын ордаға айналу. Айтпақшы, Техорда жобасы бойынша жақсы жаңалығым бар. Маусым айында IT мектептер тіркеуден өтеді және шілде айында студенттерді іріктеу басталады. Егер IT мамандықты тегін үйренгіңіз келсе, қапыда қалмаңыз. Мен парақшамда ол туралы міндетті түрде жазамын. Жазбаларымды мұқият оқып жүріңіздер.